Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге муравейникті дайындайтын боламыз. Өте тез және оңай ғана дайындалады және аздаған заттан өте көп шығатын муравейникті дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан көптеген рецепттерді таба аласыздар. Енді бізге қажет заттар 2 ғана жұмыртқа және де аздап қантымызды салып, жұмыртқамызбенен араластырып аламыз біріншіден. Және де майымыз, сары майымыз, яғни сәл қаттылау болған дұрыс, еріп тұрса да болады. Майды ерітіп құятын болсаңыздар да болады. Және де осылай қатты күйінде онымен қолымызбенен езіп, араластырып жасап алсаңыздар да болады. Қамырымыз бізге қаттылау болуы керек. Сол үшін осы тәсілменен дайындайтын боламыз. Енді ұнымызды салып, араластырып аламыз. Және де осы ұнымыздың үстінен аздап содамызды салатын боламыз. Сонда көтеріліп, қамырларымыз әдемі болып шығады. Содан кейін ғана ұнымыздың екінші бөлігін саламыз. Ұнымызды електен өткізіп, алдын ала дайындап алдым. Енді майымызды саламыз. Осыны қолымызбенен немесе қасықпен, венчиктің көмектеріменен араластырып алсаңыздар болады. Мінекей соданы салдым. Енді осылай ұнымызбен майымызды, барлық массамызды біріктіріп, қамыр жасап аламыз. Бұл қамырымызды орташа қылып дайындайсыздар, қатты не жұмсақ болып кетпеу керек. Қамырымыз дайын. Енді оны бір қалыпты етіп жіберіп, 4-5 бөліктерге өздеріңіз жасаған қамырларыңыз бөліктерге бөліп алып, целлофанға салып, біраз уақытқа мұздатқышқа қойып қатырып алатын боламыз. Муравейникті әркім әрқалай жасайды, бірақ осы рецептпенен жасап көруге кеңес беремін. Өйткені өзіме де қатты ұнаған рецепттердің бірі. Міне қамырымыз тоңазытқыштан алдық, оны ұнға бір батырып жіберіп, осылай үкіштен үлкен көздерменен өткізіп аламыз. Немесе ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар да болады. Осылай майда болып, бізге пісіп шықса болғаны. Ыдысымызға салып, противенге салып, енді осы екі беті қызарғанша, осылай болып қызарғанша пісіріп аламыз. Суытып алдым. Енді осы қамырымызды ыдысымызға салып, үгітіп аламыз. Оңай ғана үгітіледі. Барлығы майда болып, бір келкі болуы керек бізге. Міне қамырымыз дайын, муравейникіміз пісіп шықты. Өте әдемі болып майдаланып, барлығы бірдей, бір келкі болып. Енді оның үстінен вареный сгущенкамызды құямыз. Кейде сгущенка кәдімгі қоюлатылған сүтпенен араластырып жасайды. Бұл өте тәтті болып кетеді. Сол үшін мен тек қана осындай қайнатылған, қоюлатылған сүтті ғана жасаймын. Ол бір дәмі, бір өзгеше әдемі болып шығады. Артық тәттіліктің де қажеті жоқ. Осылай барлығын араластырып аламыз. Оны формамызға салғанда, мінекей, өте керемет, оңай ғана алынады, оңай ғана салынады. Осындай ғана ыдысты пайдаландым. Кез келген үйде майда немесе стакандарыңыз болса да, сол қалыппенен істеп шығарсаңыздар да болады. Маған осы формочка ұнағаны үшін осы қақпақпенен жасап шықтым.
Тәтті шайға арналған өте ерекше рецепт деп айтар едім. Шайға осылай жасап берсеңіздер, өте тартымды болып шегінетін болады. Осылай қағаздарға салып берсеңіздер, дастарханның көркін ашады және де тәбетті ашып, сүйкімді болып көрініп тұратын болады. Енді бетіне осылай қалауларыңыз бойынша шоколадты ерітіп, құйып, осылай сәндеп жіберсеңіздер болады. Мен сәл жуандау етіп кесіп қойыппын. Оның үстінен кокосовый стружкамызды сеуіп, әсемдеп жібереміз. Барлығыңызға ұнайтыны сөзсіз. Видеомды аяғына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Ас болсын!